жатқан көп балалы аналардың өтініштері бойынша біздің басқармада қаралған атаулы әлеуметтік көмек отбасына тағайындау жәрдемақы бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіп жатыр. Бұл отбасыда 7 адам, отбасында 7 адам мүшесі, жолдасы жалдамалы жұмысшы болып жұмыс істейді. Сондықтан бұл кісілер бейбітшілік 25-ке жұмыспен қамту бөліміне барып, сол жерде жәрдемақыға құжат тапсыра алады. Өзінің отбасының бүкіл құжаттарын және де отбасындағы табысын көрсету өзінің түсіндірме жұмыстары арқылы, себебі жолдасы өзіне жұмыс жасайды, өзін жұмыспен қамтып отырған азамат. Сол документтер бойынша бұл отбасыға жәрдемақы тағайындалады, және де жәрдемақы тағайындалған бойынша бұл кісілер мектепке біз анықтама бере аламыз. Төмен отбасы есебінде, күн көрісі төмен отбасы есебінде мектептен көмек көрсетіледі, балаларға тегін тамақ, киім-кешек, сол мектептен көрсетілген жәрдемақыларға көмек көрсетіледі.